Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Темірғали Нәзік Қайроллақызы. Ал бұл менің тәрбиеленушім Ахмет Айша. Біз бүгін сіздермен судың қасиеттерін, яғни заттардың қасиеттерін білетін боламыз. Суда заттар жүзе ме, әлде батып кете ме екенін білеміз. Олай болса, Айша, бүгінгі біздің зерттеу жұмысына дайынсың ба? Иә. Ал біздің үстелімізде не бар? Су. Су бар, яғни бүгінгі біздің зерттеуге керек зат. Ал қалғандары не? Мынау не? Қалғандары ағаштан жасалған таяқша, шеге. қағаздан жасалған қайық. Ал сен жақта не бар? Шыныдан жасалған тас, шай тас, пластиковый доп, қалам мен қарандаш и қақпақ. Иә, дұрыс айтасың. Олай болса, біз оларды қолданып зерттеу жұмысымызды бастайық, иә? Иә. Ал бірінші кәнеке Айша ала қойшы. Бұл бізде ағаштан жасалған таяқша. Кәне суға салшы. Бұл не істейді екен? Жүзеді екен, тамаша. Келесі мінеке, кемені алып көрші. Бұл қағаздан жасалған, иә? Ол не істейді? Жүзеді екен, тамаша. Келесі алып көрші допты. Доп не істейді? Ол да жүзеді. Ол да жүзеді екен. Ал енді қалам мен қарындашты салып көрші. Бір-бірден сал. Олар не істейді екен? Олар жүзеді. Олар да жүзеді екен. Ал қақпақ ше? Олар да жүзеді. Олар да жүзеді. Яғни қағаздан, ағаштан, пластиктен жасалған заттар не істейді екен? Жүзеді екен. Тамаша. Яғни біз бұл заттардың қасиеттерін білдік. Ал енді біз сенімен қалған заттардың қасиеттерін білейік, иә? Кәнекей, олай болса, сен тасты алшы, дала тасын алшы. Суға салшы. Не істеді? Батады. Яғни ол судан ауыр болады екен, иә? Ол судың астына батып кетеді екен. Тамаша. Келесі шыныдан жасалған тасты көресің. Ол да батады. Ол да батып кетті. Керемет. Ал темірден жасалған шеге не істейді екен? Ала ғой біреу. Мұнда сала ғой. Ол да батады. Ол да батады. Яғни заттар, бізді қоршаған заттардың өзіне тән қасиеттері болады екен, иә, Айша? Олар кейбіреулері жүзеді, кейбіреулері батады, иә? Ал Айша, айтшы, бүгінгі біздің зерттеу жұмысы ұнады ма саған? Иә. Яғни біз көптеген заттардың қасиеттерін білдік, иә? Иә. Яғни ағаш, пластиктар не істеді? Жүзеді. Ал даланың тасы, шыны тасы, шеге? Олар батады. Осылай біз Айша екеуміз зерттеу жұмысын жасадық. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Сау болыңыздар.